Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен нағыз ұйғыр мантысының рецептімен бөлісетін боламын. Осылай ішінен сөлі бөлініп тұрып, қамыры езілмей, жыртылмай, кереметтей болып пісетін болады. Рецептіні соңына дейін қарап, міндетті түрде каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бұл жерде ең бастысы қыздар, қамырын дұрыс жасауды үйренеміз, сондықтан да соңына дейін қараңыздар. Ұнға тұзды салып жақсылап араластырып, оның ортасын ашып, бір жұмыртқамызды салып, суымызды аз-аздан қоса отырып, қап-қатты қамыр илеп аламыз. Мен басында осылай қасықпен араластырдым, содан соң қолыммен жақсылап қамыр илейтін боламын. Суымызды барлығын қосып болғаннан соң жақсылап қамырымызды күш сала отырып илеп бастаймыз. Басында қамыр осылай бірікпей өте қатты болады, қорқып кетпеңіздер. Бізге қатты қамыр қажет. Қамыр езілмей күшті болып пісу үшін жақсылап күш сала отырып, қамырымызды осылай шетіне қарай тарта отырып, барынша іртігі қалмайтындай етіп илеп аламыз. Қамырды шамамен 15 минут шамасында жақсылап иін қандырып осылай илеп алдым. Қараңыздар, қамыр бірікті, арасында ешқандай іртігі жоқ. Енді жақсылап тағы да 3-4 минут осылай иін қандырып илеміз де қамырымызды жақсылап пішін келтіріп, целлофанға жарты сағатқа тындырып салып қоятын боламыз. Арада 30 минут уақыт өткеннен соң қамырымызды целлофаннан шығарып, тағы да иін қандырып, жақсылап барынша маңдайымыздан тер шыққанға дейін жақсылап илейтін боламыз. Қараңыздар, біздің қамыр жаңаға қарағанда әлде қайда тегістеліп, эластичный болып, сондай керемет болған. Енді қамырымызға 4 бұрышты пішін беріп, шет-шетін ортаға қарай конверт секілді жинап аламыз да, қамырымызды жақсылап басып 4 бұрышты көлемге келтіріп, қамырымызды целлофанға салып, тағы да 30 минутқа тындырып қоятын боламыз. Енді кезекте арасына салатын салмамызды дайындаймыз. Пиязымызды ұсақтап, көбіктеп, жақсылап жіңішкелеп турап дайындап аламыз. Етімізді дәл солай көбіктеп турап аламыз. Менде сиырдың еті, өз қалауыңызша қалаған малдың етін қоссаңыздар болады. Және де іш май, құйрық май қоссаңыздар болады. Мен аз мөлшерде қостым. Егер ұнатпасаңыздар, орнына сұйық май қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш және кішкене зіра қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің арасына салатын салмамыз дайын. Қамырымызды алып, теңдей етіп, 3 бөлікке осылай ұзынынан бөліп аламыз. Ендігі кезекте әрбір қамырымызды осылай ұсақ бөлшектерге әрқайсысын 20 граммнан етіп бөліп аламыз. Тараз жоқ болса, көз мөлшермен бөлсеңіздер де болады. Қамырымызды дөңгелек пішінге келтіріп алып, міндетті түрде бетін пакетпен немесе орамалмен жауып қоямыз. Қамырымызды алып, үстелдің үстіне ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен осылай жұқалап жайып алатын боламыз. Біздің қамырдың шеті ортасына қарағанда кішкене жұқалау болып жайылуы керек, осыны ескеріңіздер. Қамырды қатты жұқалап, қатты үлкейтіп жаюдың қажеті жоқ. Мантының көлемінен келетіндей етіп, кішкене қалыңдау етіп жаясыздар. Құрметті көрермендерім, каналыма міндетті түрде тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, каналымның әрі қарай да дамуына өз үлесіңізді қосып қойсаңыздар екен. 5-6 қамырымызды осылай жайып алып, оның сілкіп қағамызда, салмасын салар кезде міндетті түрде осылай қолымызбен қысып дөңгелек етіп салыңыздар. Сол кезде мантыңыз дөңгеленіп, әдемі болып түйілетін болады. Осыны ескеріңіздер. Мантыны шетінен бастап әдемілеп өремізде, ортасына келген кезде екінші жағынан осылай видеодағыдай өріп, екі жағынан келген шетін ортаға осылай біріктіріп қоямыз. Екінші рет жақсылап көрсетейін. Асықпай қарасаңыздар өте оңай, еш қиындығы жоқ. 1-2 рет жасасаңыздар, менен де әдемі түйетін боласыздар. Жақсылап қарап алыңыздар. Яғни ең алдымен өретін шетіміздің ортасын осылай ішке қарай кіргізіп, екі жағын кезекпен кезек ала отырып өретін боламыз. Кезекпен кезек ала отырып, ортасына келгенде екеуін біріктіріп, осылай қысып қоямыз. Қараңыздар, өте әдемі болып шығады. 1-2 рет жасасаңыздар үйреніп аласыздар. Мантыларымызды жақсылап түйіп алғаннан соң, алдын ала майланған мантоварканың листіне майға батырып, мантыларымыздың арасын міндетті түрде ашық етіп қойыңыздар. Өйткені бұл манты піскен кезде ісініп үлкейетін болады. Егер мантыңыздың беті кішкене қаязса, сұйық маймен осылай майлап жіберіп,
қайнап тұрған суға қойып мантымызды 35 минут қатты отта қайнатып пісіреміз. Мінекей достар, 35 минут уақыт өтіп, менің мантым осылай дара-дара болып, езілмей, жыртылмай кереметтей болып пісіп шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сочный, мощный болып шығады. Рецепт ұнаса, міндетті түрде досыңызбен бөлісіп, лайк басып, каналымның әрі қарайда дамуына өз үлесіңізді қосып қойыңыздар. Міндетті түрде тіркеліп алыңыз, келесі видеоларды жіберіп алмайсыз сол кезде.